Ағымдағы аптада өрттердің алдын алу мақсатында Степногорск қаласы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері Рассвет, Заря және Вавилова бақшалық қоғамдарының саяжай учаскелері бойынша рейдтік шаралар жүргізді. Аталған іс-шараның мақсаты күнделікті тұрмыста электр жүйелерінде және пештен пайда болатын өрттердің алдын алу мен тұрғындарға тілсіз жауды болдырмаудағы қауіпсіздік ережелерін түсіндіру. 2023 жылы 19 маусымда Степногорск қаласы төтенше жағдайлар басқармасы саяжай учаскелерінде өрт қауіпсіздік рейдін жүргізуде. Рейдтің басты себебі учаскелерде өрт қауіпсіздігін болдырмау және учаске иелеріне түсіндіру. Рейд барысында бағбандарға ақпараттық жадынамалар беріліп, өрт қауіпсіздігі ережелері түсіндірілді. Сонымен қатар бақшалық қоғамдық басқарушыларына саяжай кооперативтерін ұстау тәртібі туралы хаттамалар табыс етілді. Степногорск қаласының төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері қала аумағында өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Өрт қауіпсіздігін сақтаңыздар және өрт болған